Оян хабарында бүгін тағы да эксклюзив. Өздеріңіз білетіндей бізде елшілер бауырсақ тапсырды, тоғызқұмалақ ойнады, қиын сұрақтарға да жауап берді. Ал енді бүгін өздерінің музыкалық өнерлерін Қазақстан көрерменіне паш етпек. Оны сіздер де көрмексіздер, дәл осы сюжеттен. Астана опера театрының Күләш Байсейітова атындағы камералық залында ерекше кештің концерт алды дайындығы жүріп жатты. Шараның атауы да қызық – Домбрассадорс. Қазақтың ұлттық аспабының атауы мен елші сөзінің ағылшын тіліндегі аудармасы Ambassadors сөзінің қосылуынан шыққан. Идея авторы Испания елшісі Хорхе Урбиола алғаш рет ұйымдастырылған шараның жыл сайын өтетін дәстүрге айналарына сенім білдірді. Музыка шекара не нәсілге бөлінбейтін адамзатқа ортақ тіл. Оған қоса Астана қаласы мен осы бір өнер ордасы күллі Қазақстанның музыкалық жан дүниесінен сыр шертетіндей болып көрінеді. Содан шабыттанып, қайырымдылық мақсатында бір сахнаның аясында елшілер мен дипломаттардың басын қоссақ деген идея келді. Жалпы сондай ұсыныс түскен соң біз қуана-қуана қабылдап, барлық жалпы Астана опера театрының артистерімен қосып жұмыла кірісіп кеттік. Көрермендер де келіп жатты. Халықаралық диапазоны бар концерттен не күтетінін олардан да сұрадық. Қазақтың мәдениеті, музыкасы жалпы дүниесінде танымал болып келе жатыр ғой. Сондықтан бүгін концерт соған бір өзінің үлесін қосады деген сенімдеміз. Біз де соның арасында болайық деген үміт. Аты да сонда ерекше болды, және біздің посольстводан келген адамдар өлең айтады деді. Музыканы жақсы көреміз, тыңдап отыруға келдік. Сіз де сол үшін ғой, Мен де сол үшін келдім. Енді кешкісін не істейсің? Біз енді шай ішіп жата береміз ғой. Мен Аргентинаның тумасы болған соң танго тыңдасам деп келдім. Отанымыздан жырақта жүргеннен кейін осылай сағынышымызды басып тұрсақ дейміз. Танго сұралды ма? Танго да болды. Ыстық сезім мен махаббаттың символына айналған Латын Америка өзін концерттің ұйымдастырушысы болған Испан елшісі Астана операның шекті квартетімен бірге орындады. Дипломаттардың арасында композиторлар да бар. Мысалы, Нидерланд өкілі 20 жыл бұрын шығарған «Тірі қалу күші» деген туындысын скрипканың сүйемелдеуінде фортепианода ойнап берді. Subscribed to Eurovision in 2004. Мен 2004 жылы Евровижн байқауына осы әнімді жолдаған едім. Іріктеу кезеңдерінен өтсе де, финалдық кезеңге жетпеген еді. Десе де өзім үшін қымбат шығарма. Жалғыздықтағы, қараңғылықта қалған адамның өз өмірін өзгертетін, тірі қалуға күш беретін адамға жолығу жайлы ән. Ал Португалия елшісі өз елінің қара еңбекпен алысатын әйелдерінің әнін шырқады. Қос білек пен маңдай тердің арқасында күн көріп жүрген португалдық қыздар дәл осылай акапелла күйінде аспапшы шырқауды әдетке айналдырған екен. Бұл ән өзеннен өте алмай, сүйгенімен қауыша алмаған адамның жыры. Баянсыз махаббат иесі өзін мысқылдап, мені өзеннің бер жағында да сүйетін адам көп болар. Өзеннен өтем деп, қатерге басымды тікпейін деген қалжыңында әнге арқау еткен дейді. Ал Германия елшілігінің бірінші хатшысы Мехтхельд Зассе Астана опера музыканттарымен бірге өз елінің әнұранына айналған Йозеф Гайденнің шығармасын орындады. Өз кезегінде Түркия елшілігінің атташесі Эркин Семих Өзтүрік лирикаға толы алтын тордағы бұлбұлым мен кетпе шығармаларын көрерменге ұсынды. Біздің де сыртқы істер министрлігі өнерден кенде емес. Оны ведомствоның жарқын өкілі мұрагер Сауранбаев 19 ғасырда жасалған Абай домбырасымен дәлелдеді.
Ал кеш шымылдығын Франция елшілігінің атташысы диджей Филипп Санд шапты. Астана операның шекті квартетімен бірге Жұлдызды соғыстар фильмінің саундтрегін электропоп жанрында ойнап берді. Мен барлар мен түнгі клубтарда да өз музыкамды ойнап тұрамын, және бүгін өз өнерімді дәл осы Астана опера ғимаратында көрсеткеніме қуаныштымын, мақтан тұтам. Неше түрлі жанр мен стильге куә болдық. Осындай ерекше әсер аламыз деп күтпеген едік. Тамаша болды. Мен үшін концерт өте қызық болды. Дайындықтардың мықты екені байқалып тұр. Қазақтың ұлттық аспабын домбыраны тыңдадық. Еуропалық аспаптардан да ләззат алдық. Елшілеріміз де өз елдерінің өнерін паш етті. Неткен ғанибет. Домбыраның орны бөлек болды, жүрекке жетті. Және Астанадағы дипломаттардың қандай өнерлі екендеріне тәнті болдым. Керемет кеш болды. Назарларыңызға көп рахмет. Астана опера театрында келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Музыка әлемінде шекара жоқ деген рас. Ұйықтап жатқан жүректі ән оятты, біріктірді, таң қалдырды. Оямен бірге ән қанатында қалықты.